Оралдық спортшылар каратэден әлем чемпионатынан елге жеңіспен оралды. Байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы сапында ел намысын қорғаған жас каратэшілер үздік өнер көрсеткен. Осыған орай спортшыларға Батыс Қазақстан облысының әкімінің алғыс хаты табыс етілді. Нидерландының Арнем қаласында каратэден әлем чемпионаты өтті. 2 жылда бір болатын. Әлем чемпионатына қатысу үшін каратэшілер еселі еңбек сіңірген. 6 спортшы 2 алтын, 2 күміс және 1 қолаға қол жеткізіп, елге тарихи жеңіс әкелді. Батыс Қазақстан облысының аға жаттықтырушысы Сұңғат Жолданов жеңістің оңай жолмен келмегенін айтады. Облыстық мәслихаттың үлкен залында ел қоржынына жүлде салған спортшыларға құрмет көрсетіліп, өңір басшысының атынан алғыс хат табысталды. Чемпионаты Японии, Азии, Европы. Ел құрамасындағы спортшылардың қатарын біздің каратэшілеріміз толықтырды. Үлкен аренаға алғаш шығуымыз психологиялық тұрғыдан үлкен дайындықты қажет етті. Әрине, спортшыларымыз үзбей дайындалып жеңіске жетуге қадам жасады. Ойлаңызшы, жарыста әлемнің үздік каратэшілері болды. Біздің жастардың қолынан келді. Әлем чемпионатында алтыннан алқа таққан Қарақат Асылбек қызы 6 жасынан каратэмен айналысады. Әр спорт бәсекесінде қарсыласының осал тұсын тауып, айласын асыруға тырысады. Кезекті жарыста маңдай тердің ақталғанын сезген жас каратэші алдағы уақытта жаңа белестерді бағындыруға ниетті. Менің арманым сол әлем чемпионы болу болды. Осылай біздің тренерлардың арқасында, ата-ананың поддержкасының арқасында осылай деңгейге жетіп жатырық. Біздің директор Альбек Чапаевичқа көп рахмет. Айта кетейік, әлем чемпионатына 40 елден 700-ден астам каратэші қатысқан. Айым Слеменова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.